Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға сөйлем мүшелері туралы, оның ішінде тұрлаулы мүшенің ішінде бастауыш мүше туралы ақпаратты назарларыңызға ұсынамын. Сөйлем мүшелері дегеніміз, сөйлем құрамында қалыптасқан функциялық қатынастың компоненті ретінде анықталады. Бұл Рақыш Әміров пен Жанар Әмірованың жай сөйлем синтаксисі оқулығында берілген анықтама. Талғат Сайрамбаев пен Мәулен Балақаевтың қазіргі қазақ тілі оқулығында да сөйлем мүшелеріне анықтама беріледі. Бұл ғалымдардың айтуынша, сөйлемде грамматикалық мағынаға ие болып, синтаксті қызмет атқаратын сөздерді сөйлем мүшелері деп атайды. Және мағыналық синтаксті қарым-қатынасы дербес, синтаксті қызмет атқаратын сөздер мен күрделі сөздер тобын сөйлем мүшелері деп атайды. Сөйлем мүшелері мектеп бағдарламасынан да белгілі, олар тұрлаулы мүшеге және тұрлаусыз мүшеге жіктеледі. Тұрлаулы мүше бастауыш пен баяндауышқа, тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, толықтауыш, пысықтауышқа жіктеледі. Сөйлем мүшелерді құрамына қарай дара, үйірлі, күрделі деп, тұлғасына қарай бірыңғай сөйлем мүшесі деп жіктейміз. Тұрлаулы мүшелерге берілетін анықтама сөйлем құрауға негіз болатын, өзара предикатты қатынаста жұмсалатын сөйлем мүшелерін тұрлаулы мүшелер деп атайды. Тұрлаулы мүшенің бастауыш пен баяндауыштың өзара қатынасына қараған кезде бастауышты негізгі мүше деп таниды. Өйткені бастауышқа баяндауыш бағынып тұрады деп есептеледі. Баяндауыш бастауыштың ісін, қимылын, күйін және басқа да заттық, сындық сапасын білдіреді дейді. Сөйлемде айтылған ойға негіз болатын, баяндауыш арқылы айтылған қимылды не басқа сапаның иесі болатын мүшені бастауыш дейміз. Бастауыштың сұрақтары кімне, кімі несі, және бастауыш заттанған субстантивтенген етістіктерден жасалған кезде сол етістіктің де сұрағына жауап бере алады дейді. Не қылған, қайткен, не істеу, қайту деген сияқты. Мысалға, көзін сүзген ол дегенде кім көзін сүзген, немесе не қылған ол көзін сүзген, не істеу, кітап бастыру күшейді, не күшейді, кітап бастыру күшейді, не істеу күшейді, кітап бастыру күшейді деп параллель қойылатындығын айтады. Бастауыштың формасына қарай көпше түрде де қолданылады. Бастауыштық қызметте негізінен зат есімдер жұмсалады. Сонымен қатар есімдіктер де түбір тұлғада да көптік және тәуелді қалпында келіп те жұмсалады. Сөйлемде бастауыш және бастауышқа бағынып тұрған сөздер тобын бастауыштық топ деп немесе тема деп атау қалыптасқан. Бастауыштың жасалу жолы мынадай сипатта беріледі. Бірінші, кімдік және нелік зат есімдерден бастауыш жасалады. Айгүл гүл отырғызды. Кім отырғызды? Айгүл. Отырғызған гүл Айгүлге ұнады. Не ұнады? Гүл ұнады. Шоқандар жолға қамдана бастады. Кім қамдана бастады? Шоқандар. Есімдіктерден бастауыш жасалады. Мен атақты адам емеспін. Кім атақты адам емес? Мен. Бұл Асқардың арманы. Не Асқардың арманы? Бұл. Қасында ешкім болған жоқ. Қасында кім болған жоқ? Ешкім. Субстантивтенген сапалық есімдер, яғни сын есім, сан есімдер және етістіктің әр түрінен, мысалға есімшеден, көсемшеден, тұйық етістіктен заттанған кезде бастауыш жасалады. Жүйрік тоқтығын білдірмес. Кім тоқтығын білдірмес? Жүйрік. Сын есімнен жасалған бастауыш. Төртеуі қамшы үйіріп Құлниязды тулақша сабады. Кім сабады? Төртеуі. Сан есімнен заттанып жасалған бастауыш. Ерінбеген. Кім етікші болар? Ерінбеген. Субстантивтенген етістіктен, яғни есімшеден жасалған бастауыш. Екі аразды табыстыратында, айыратында арадағы кісі. Не істейтін арадағы кісі? Немесе кім арадағы кісі? Табыстыратында, айыратында. Құрту. Не істеу? Не? Саған қиын боп па? Құрту қиын боп па? Бұнда етістіктердің субстантивтену арқылы жасалған бастауышқа мысал беріліп тұр. Субстантивтенген кез келген сөз форма, дыбыс бастауыш қызметіне жұмсалады. Мына жердегі А шықпай қалыпты, Б теріс түсіпті дегенде А және Б не деген сұраққа жауап беріп, бір өздері бастауыштың қызметін атқарып тұр. Соң өзінен бұрынғы сөзден бөлек жазылады. Не өзінен бұрынғы сөзден бөлек жазылады? Соң. Бұнда соң деген шылау сөз өзі лексикалық дербес мағынасы жоқ сөйлем мүшесінің қызметін дербес атқара алмайды десек те, мына жерде негізгі ойдың иесі сол шылау туралы болғандықтан, бұл жерде соң деген бастауыштың қызметін атқарып тұр. Немесе Қытай Қара ертіс суының бір бөлігін бұратын канал қазып жатыр деген рас болып шықты. Не рас болып шықты? Канал қазып жатыр деген. Бұл жерде канал қазып жатыр деген тұтасымен келіп бастауыштың қызметін атқарып тұр.
Күрделі бастауыштың жасалуы толымсыз матаса байланысқан сөздер күрделі бастауыштың қызметін атқарады. Обком секретары орнынан босады. Кім орнынан босады? Обком секретары. Адам тілі тас жарар. Кім не тас жарар? Адам тілі. Көмекші есімдер, яғни қасы, жаны, алдым, арты, маңы, іші, бойы деген тәрізді тәуелдену арқылы ілік септікті сөздермен бірігіп күрделі бастауыш болады. Базар маңы, ығы-жығы. Не ығы-жығы? Базар маңы. Ауылдың маңы Тереңсай. Не Тереңсай? Ауылдың маңы. Өздік есімдігі тәуелденіп келеді де, жіктеу есімдігімен бір тұтастанып кетеді. Мен өзім соны сізден сұрайын деп едім. Кім соны сізден сұрайын деген? Мен өзім. Сен өзің құлыншақтай уыз жассың. Кім құлыншақтай уыз жас? Сен өзің. Күрделі етістіктен жасалады. Менің шығып түсуім қиын болды. Не қиын болды? Шығып түсуім. Суға сүңгіп шығу жанды жадыратады. Не жадыратады? Сүңгіп шығу. Заттанған күрделі сын есіммен сан есімдерден күрделі бастауыш жасалады. Жүйрік торы ойнақшып тұр екен. Не ойнақшып тұр екен? Жүйрік торы. 114 Құран сүрелерінің саны. Не Құран сүрелерінің саны? 114. Күрделі жалық есімдер сөйлемде күрделі бастауыш болады. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзі елдерінің бас қосып кеңес құратын жері. Не дүниежүзі елдерінің бас қосып кеңес құратын жері? Біріккен ұлттар ұйымы. Хан, би, жолдас, азамат секілді қосалқы айқындауыштармен тіркескенде кісі аты, тегі күрделі бастауышты жасайды. 14 жасар күнінде Едіге би атқа мініпті. Кім атқа мініпті? Едіге би. Қосарлы айқындауышпен келген күрделі бастауыш. Абылай хан жорыққа аттанбақшы. Кім жорыққа аттанбақшы? Абылай хан. Яғни қосалқы айқындауыштар күрделі бастауыш жасауға қатысады. Үйірлі бастауыш дегеніміз бастауыш баяндауышта ыңғайда келген сөздер бастауыштың қызметінде тұрады. Оларды өз ішінен бөліп жарған кезде өзі сөйлем болып табылады. Мысалы, білегі жуан бірді жығар. Кім білегі бірді жығады? Білегі жуан. Егер осы сөйлемді басқа сипатта жұмсасақ, білегі бастауыш жуан баяндауыш болады. Оның білегі жуан. Оның несі жуан? Білегі жуан. Мен көрген бұл кісі емес. Кім бұл кісі емес? Мен көрген. Егер осының жеке предикаттық қатынаста келетін сөйлемнің негізгі тірегі болған бастауыш баяндауыштық қызметте тұрған күйін келтірсек, бұл кісіні мен көргенмін. Қай кісіні? Бұл кісіні кім көрген? Мен істегенмін, көргенмін деп, мен көрген дегеннің өзі жеке сөйлемнің бастауышы мен баяндауышы болып кетеді. Баласы мерген мен. Кім мен? Баласы мерген. Үйірлі бастауыш болып тұр. Оның баласы мерген десек, кім мерген? Кім қандай мерген деп, онда сөйлемде жеке бастауыш пен баяндауышқа ажырай алады. Жасы құрдас, құрдас емес, заманы бір құрдас. Кім құрдас емес, кім құрдас? Жасы құрдас. Заманы бір. Жасы құрдас, заманы бір деген осы айтылған сөйлемде үйірлі бастауыш болып тұр. Бұлар жеке бастауыш пен баяндауыш болып та келе алады. Балаларымыздың жасы құрдас. Балаларымыздың несі? Құрдасы, жасы. Олардың заманы бір. Қандай? Бір. Олардың несі бір? Заманы. Яғни үйірлі бастауыш өз ішінен бөліп жарған кезде бастауыш баяндауышты қатынаста тұратын, бірақ сөйлем ішінде бір ғана сөйлем мүшесі қызметін атқарса, ол үйірлі бастауыш болып табылады. Бірыңғай сөйлем мүшелері сөйлем ішіндегі бір мүшеге байланысты болады. Негізінен бірдей тұлғада келеді, бірдей сұраққа жауап береді, бірдей синтакстік қызмет атқарып тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай сөйлем мүшелері дейміз. Сөйлемнің 5 мүшесі де бірыңғай бола алады. Олар бірыңғай мүшелер бір-бірінен дауыс кідірісі арқылы бөлінеді. Жазғанда араларына үтір белгісі қойылады, толық мағыналы сөздерден жасалады. Бірыңғай мүшелер жалғаулықты да, жалғаулықсыз да байланысады. Осы ережеге сүйеніп біз бірыңғай бастауыштарды сөйлем баяндауышын білдіретін қимылға ортақтасып келген бірнеше бастауышты бірыңғай бастауыш деген анықтамаға тоқталамыз. Бірыңғай бастауыш пен күрделі бастауышты салыстыруға экранда анықтама мысал берілді. Ортасында Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасар бәрі бар. Ортасында кім бар? Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасар бәрі. Бұл жерде Құнанбай бар, Бөжей бар, Байсал бар, Қаратай бар, Сүйіндік бар, Майбасар бар, бәрі бар деп бірыңғай бастауыштар сөйлем баяндауышына ортақтасып келіп тұр. Ал бұлардың әрқайсысы жеке-жеке барып
баяндаушқа баяндаушты бағындырып тұр. Ортасында Құнанбай қажы бар десек, кім бар? Құнанбай қажы. Бұл жерде қосалқы айқындауыш Құнанбай сөзімен тіркесіп келіп, ол бір ғана сұраққа жауап беріп, сол күйімен барып баяндаушты бағындырып тұр. Күрделі бастауыш пен бірыңғай бастауыштың негізгі айырмашылықтары осында. Ортасында Қаратай қарт бар дегенде де Қаратай бар, қарт бар деп бөлінбейді. Бұлар кім бар? Қаратай қарт деп қосалқы айқындауышымен бірге келіп барып баяндаушты бағындырады. Қазір онда киік те, елік те, бұғы да, құлан да қаптап кеткен дегенде, киік қаптап кеткен, елік қаптап кеткен, бұғы қаптап кеткен, құлан қаптап кеткен деп қаптап кету деген баяндауыштағы қимылға бастауыштар ортақтасып тұр және жеке-жеке барып оны өзіне бағындырады. Бұл жерде екінші мысалда олар өзара жалғаулықты байланысып тұр. Қазір онда түз киігі қаптап кеткен дегенде не қаптап кеткен деп, бұнда түз киігі деген бір ғана күрделі бастауыштың қызметін атқарып тұр. Негізі пайдаланған әдебиеттер қазіргі қазақ тілі оқулығы және жай сөйлем синтаксі. Назарларыңызға рахмет. Сабақтың ақпаратын өз тәжірибелеріңізге қолдануға болады. Тіл ғылымы каналына кері байланыс жасауларыңызға мүмкіндік бар. Тыңдағандарыңызға рахмет.